Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осаптағы жаңалықтар легін ұсынамыз. 3 қарашада Мәжіліс Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай рақымшылық жасау жөнінде заң жобасын мақұлдады. Құжат елде аса ауыр емес және орташа дәрежедегі қылмыс бойынша сотталғандарды босатуды, ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандардың жазасын қысқартуды қарастырылады. Құжатты таныстырған ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың сөзіне қарағанда, рақымшылыққа 2236 тұтқын мен пробация қызметіндегі 11310 адам ілінеді. Рақымшылық ардагерлерге, кәмелетке толмағандарға, жасы үлкендерге, бірінші және екінші топтағы мүгедектерге, қоғамға қауіп төндірмейтін адамдарға қолданылады, деді министр. Оның айтуынша, елде 64 түзету мекемесі, 16 тергеу изоляторы бар. Онда 34 мың адам бар. 30 мың адамға сот үкімі шыққан, қалғаны тергеліп жатыр. 93% ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған үшін қамауда отыр. 45% оның алдында бірнеше рет сотталған. 32 мың адам пробациялық бақылауда. Біріншіден 1 мың адам қамаудан бостандыққа шығады. 3818 адам пробациялық бақылаудан босатылады. Екіншіден 1294 сотталушыға, 7492 пробация тұрған адамдарға жаза мерзімі қысқартылады. Үшіншіден, сотқа дейін тергеу өндірісіндегі 5000 қылмыстық іс қысқартылады. Оның ішінде 1674 адам қылмыстық жауапкершілігі босатылады. 1471 адамға сот органдарын жаза мерзімін қысқарту немесе босату ережелерін қолданылады. Рақымшылық туралы заң президент тапсырмасы бойынша дайындалып, парламентке шілде айында түскен, бірақ депутаттар оны жазғы демалыстан соң ғана талқылауды бастады. Әрине, рақымшылық ол мемлекет тарапынан жасалып отырған ізгіл және сенім шарасы, сондықтан бұл жолы да алдымен мемлекеттің және азаматтардың қауіпсіздігіне қатер келтірмейтін қылмыс жасағандар жасана босалатын болады. Сонымен бірге осы заң жобасында алғаш рет әлеуметтік төмен топқа ерекше назар аударылып отыр. Әрине, рақымшылық жасау тек қана бостандық беруімен бітпейді. Одан кейінде ол адамдарды жұмысқа орналастыру, әлеуметтік, басқа да көмек көрсету мәселелері осы құжатта жан-жақты қаралды. 5 қараша күні Нұр-Сұлтан қаласында медиа кеңістіктің жаңа келбеті атты қазақ тілінде онлайн контент жасаушылардың 5 форумы өтті. Медиа сарапшылар, журналистер, бас редакторлар, блогерлер мен қазақ тілі ұсынылатын ең өзекті мәселелер сарапшылар мен журналистер талқылады. Қазфорум жыл сайын қатысушыларға өзекті мәселелерді талқылауды және халықаралық тәжірибе негізінде қазақстандық медиа нарықтың даму перспективаларын айқындауды ұсынады. Қазнет тарихын таныстырумен басталған жиын ақпарат министрі Аида Балаеваның құттықтауымен жалғасты. Форум барысында спикерлер мен қатысушылар тәуелсіздік кезеңіндегі медиа толқын, қазақстандық онлайн контенттің ерекшелігі неде? Пандемиядан кейін қазақ тіліндегі онлайн контент қалай өзгерді? 30 жылдан кейін қазақстандық медиа және қоғамы тақырыптарын талқылады. Форумның екінші бөлімінде алдағы 30 жылда медиа мен қоғамдық қандай өзгерістер болатынын, өзгеріс кезінде медианың атқаратын рөлі және сол өзгерістер үшін бүгіннен бастап не істеу қажет деген сұрақтар төңірегінде ойларымен бөлісті. На самом деле меня приглашают каждый год, и я все время боюсь, потому что все спикеры говорят на казахском языке, а я все еще не уверен в том, что я могу высказывать свое мнение на казахском и чтобы меня не засмеяли. Поэтому я начинаю говорить, мне хватает слов, потом я его теряю уверенность в себе и так. Но вопросы, которые поднимаются, они очень важны, и нужно понимать, что сейчас у русскоязычной аудитории взрывной рост может произойти только по двум причинам. Если они начнут на двух языках вещать, на русском и на казахском, или выходить будут за пределы Казахстана. Я для себя больше именно казахскоязычную аудиторию вижу, потому что мне очень нравится местный контент локальный. В нем нужда всегда есть. Сессиядан кейін форум қатысушылары қазақстандық және шетелдік мамандардың шеберлік сабақтарына қатысты. The Village Казахстан директоры Айсана Әшім медиа монетизациялау тәжірибесімен бөлісті. Говорить на том языке, на котором читает аудитория. То есть, если у вас аудитория на казахском языке потребляет информацию, конечно, нужно говорить на казахском, на русском. Но я считаю, что сейчас все СМИ в Казахстане должны быть двуязычными. В плане не должны быть, а должны стремиться к этому. Потому что у нас есть люди, которые предпочитают читать на русском, и те, которые предпочитают на казахском. Форум шеңберінде алғаш рет қаз стартап батыл өтті. Бұл байқау қазақ тілін дамыту мен қазақ тіліндегі контент құруға бағытталған стартаптар арасында өткізілді. Байқаудың жүлделік қоры 3 миллион 500 мың теңгені құрады. Бас жүлденің жеңімпазы өз IT өнімін дамытуға 2 миллион теңге, ал екінші мен үшінші орынға ие болған стартаптар 1 миллион және 500 мың теңге ақшалай жүлдеге ие болды.
Қазақстан құрамасы 2 алтын, 2 күміс және 1 қола жүлде еншіледі. Жарыстың соңғы күнінде Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Сәкен Бибосынов әлем чемпионаты атанды. Токио Олимпиадасынан қола жүлдемен оралған Сәкен Бибосынов әлем чемпионатында да тақымын қысып жеңісті тағатсыздана күткен күллі қазақтың үмітін ақтады. Кешегі финалда 51 келі салмақта ақш боксшысы Роско Хилладан басым түсіп чемпион атанды. Төрешілерді Сәкен алғашқы раундтарда мойындатты. Алғашқы кездесуінде өзбектің әйгілі олимпиада чемпионы Хасанбай Дусматовты жолдан ығыстырды. Қазақстан ұлттық құрамасы Белградта өткен әлем чемпионатында 5 медальға ие болды. Теміртас Жүсіпов пен Сәкен Бибосынов чемпион, ал Махмуд Сабырхан мен Серік Теміржан күміс иеленді. Ал құрама капитаны Абылайхан Жүсіпов қола жүлде еншіледі. Командалық есепте Қазақстан 2-ші орынға тұрақтады. Кубалықтар 3 алтын алып көш бастады, ал ақш құрамасы 3-ші. Апта лигі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын казакnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі жүздескенше.